Үйленетін бір жақсы жар іздеп жүрмін, тағдыр қосатын адам маған жолықпай жатыр дейміз ғой жігіттер. Неге? Осы сұраққа ойландық па? Біріншіден, біздің өзіміз қай жерлерде жүрміз жігіттер? Табан іздеріміз қай жерлерде қалып жатыр? Өзіміз бір түнгі клубта ма, казинода ма, ойынханада ма ләйліп жүрсек, сонымызға сай ләйлім шырақтар жолығатта тұратыны анық қой енді. Өзіміз біріншіден антисанитария жерлерде жүріп, таза қыз іздеу, таза ақмақтық қой жігіттер. Екіншіден, романтиканы мейлінше азайту керек. Біздің бір жанарларымыз ауада сырласып, оның бір найзадай кірпіктері жүрегіме қадалса деген сипаттағы бір қиялды қою керек. Әрине, қыз жігітке, жігіт қызға ұнау керек, арада сезім туындау керек. Бір көшедегі кетіп баратқан қызды ноқталап үйге кіргізіп ал деген ақылды айтып отырған жоқпыз. Бірақ өмірден шектен шыққан мелодрама жасап та қажет емес жігіттер. Үшіншіден, бір әлгі отырсаң шөп жұла тұр дегендей, құр бекерге арбаңызды салдырлатып қыдыра бермей, жүрген жеріңізден бір жақсы қыз қарастыра жүрсеңізде бір сөкеттігі жоқ деп ойлаймын. Әлгі бір өтпей тұрған тауарын сізге сұмдық жарасып тұр деп тықпалап өткізіп жіберетін бір ынсапсыз саудагерлердей бір жай таныстардан емес, жер-жердегі сіздің болашағыңызға бейжай қарамайтын, сізді жақсы көретін, құда жекжат дос жарандарыңызды үйленгіңіз келетінін, жақсы жар іздеп жүргеніңізді айтып, құлағдар етіп қойғаныңда еш айыбы жоқ. Төртіншіден, анаңыз нұсқаған варианттарға да бір баса назар аударып көріңіз, өйткені ол кісі сіздің талғамыңызды жақсы біледі деп ойлаймын. Тіпті сіздің өзіңізден артық білсе де таңғалмаймыз. Әрі болашақта сіздің болашақ жарыңыз бен сіздің анаңыздың үйлесімі де өте маңызды мәселе. Бесіншіден, сіздің бір көңіліңіз құлаған қыз көрікті болып көз тартып тұрғанымен тегі тартпай қалу қорқынышы да бар. Сондықтан елмен етене араласқан ақсақалдармен бір ақылдасып алғанның да айыбы жоқ деп ойлаймын. Өйткені көпті көрген қариялар қай рудың болмысы қандай екенін біледі, сол рудан шыққан жақсы жайсаңдарды таниды. Тіпті таңдаулыңыздың бір арғы атасын айтып берсе де еш таңғалмаймыз.